Өзі өлсе де өзгенің өмірін сақтап қалды. Мидағы сырқаттан көз жұмған азаматтың сау жүрегін алматылық дәрігерлер мұқтаж науқасқа салды. Әдетте мұндай ота шетелдік мамандардың қатысуымен жасалатын. Ал 2023 жылдан бастап отандық дәрігерлер өздері білек сыбана кіріскен. Соның нәтижесінде күрделі диагнозбен келіп түскен 41 жастағы азаматты ажалдан арашалап қалыпты. Ал донор болған 58 жастағы тұрғын. Дәрігерлер марқұмның туыстарынан келісім алып, оның сау жүрегін трансплантациялауға шешім қабылдаған. Оның өзінде қан тобы, жасы мен салмағы сәйкес келетін науқас таңдап алынған. Ота сәтті өткен. Айта кетейік, биыл елімізде 18 мәйіттік донор тіркеліп, соның арасында 68 трансплантация жасалған. Қазір ағза ауыстыруды күтіп отырған 4,5 мыңнан аса науқас бар екен. Олардың 106-сы бала. Кеше таңда бітірдік отаны. Ол 5-ші трансплантация биыл болды. Салыстырып кеткенде 2023 жылы бір операция болды біздің институтта. 24 жылы бірде-бір трансплантация болған жоқ. Қазіргі уақытта осы 5-ші науқастың жағдайы бір қалыпты. Реанимация бөлімінде ақырындап жүріп, тамақ ішіп, активация жасап жатыр.